Абайдың 35-ші қара сөзі. Мақшарға барғанда Құдай тағала қажы, молда, сопы, жомарт, шейіт соларды қатар қойып сұрар дейді. Дүниеде ғазизат үшін, сый құрмет алмақ үшін қажы болғанды, молда болғанды, сопы болғанды, жомарт болғанды, шейіт болғанды бір бөлек қояр дейді. Ақиретке бола бір ғана Құдай тағаланың разылығын таппақ үшін болғандарды бір бөлек қояр дейді. Дүние үшін болғандарға айтар дейді. Сендер дүниеде қажеке, молдеке, сопеке, мырзеке, батыреке аталмақ үшін өнер қылмақ едіңдер. Ол дүниең мұнда жоқ. Сендердің ол қызықты дүниең харап болған. Сонымен қылған өнерлерің де бітті. Енді мұнда құрмет алмақ түгел сұрау беріңдер. Мал бердім, өмір бердім. Не үшін сол малдарыңды, өнерлеріңді бетіңе ақыретті ұстап, дін ниетің дүниеде тұрып, жұртты алдамақ үшін сарп қылдыңдар деп. Ана шын ниетіменен орнын тауып, бір Құдайдың разылығы үшін өнер қылғандарға айтар дейді. Сендер бір ғана менің разылығымды іздеп, малдарыңды, өмірлеріңді сарып қылып едіңдер. Мен разы болдым. Сіздерге лайықты құрметті орным бар, дайын, кіріңдер. Хам ол разылықтарыңнан басқа осы мақшар ішінде сендердің осы қылғаныңа өзі қылмаса да, іші іріп, ынтық болған достарың табылса, шафағат қылыңдар, деп айтар дейді.